Башкортостан мастер рестлердары Санкт-Петербург қаласында одыған Рәсей чемпионатынан 3 көмеш һәм 5 бақыр медаль яулап қайтты. Барығы турында ентікләп Республиканың Мастер рестлинг федерация президенті Рәсей Рәил Бикмаев менән әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә, Рәил Идрисұлы. Хамагыз. Хәерле иртә, һеҙҙе студияла күреүегеҙгә шатбыҙ һәм оло еңеүҙәрегеҙ менән ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Нисек үтте чемпионат һәм ниндәй тәьҫораттар менән ҡайттығыҙ? Чемпионат һәйбәт үтте. Беҙҙең спортсыларға был бик тә быйыл уңды тип әйтергә инде, уңышлы булды. Беҙҙең Башҡортостан спортсылары 3-нче миҙгелдә уже ҡатнашалар Рәсәй чемпионатының. Беренсе тапҡыр беҙҙең 1 медаль булғайны, икенсе тапҡыр ҡатнашҡанда 6 медаль булды. 6 бақыр медалы булды. Быйыл инде беҙҙең уже 3 көмөш һәм 5 бақыр медалын лайыҡ булдылар спортсылар. Әйткәндә, беҙҙең 3 спортсы Европа чемпионаты һәм первенствоһына отбор үттеләр һәм беҙҙең бер спортсы Рәсәй сборныйына Игорь Кочевников дигәнгә ҡатнаша инде беҙҙең спортсылар. Шуға күрә йыл һайын беҙҙең эштәребеҙ уңып тора инде. Спортсыларыбыҙҙың көсө артып тора, дәрте артып тора, рухы күбәйеп тора. Беҙ бик тә шатланабыҙ инде. Спортсыларҙы әлбиттә беҙ инде шул яңыса поддержка күбәйтеп торабыҙ инде ул эштә. Димәк, бына ҡатнашҡан һайын һеҙ күберәк медалдар алып ҡайтағыҙ һәм әйтеп үтергә кәрәк, ул ярышҡа әҙерләүсе спортсыларҙың да, менә тренерҙарҙың да өлөшө бик ҙур. Тренерҙарҙың өлөшө бик ҙур. Беҙҙең үтендә райондарҙың хакимиәттәре лә бик тә күп кенә ярҙам итәләр инде, спорт мәктәптәре. Шуға күрә беҙҙең эшебеҙ күп тип әйткәндә инде эшебеҙ зур. Шуға күрә эштәре әйткәндә зур. Шуға күрә беҙҙең бит инде киләһе быуынға тип әйткәндә инде беҙ шундай бер күп кенә эште алып барабыҙ инде. Бына телевизор ҡараусыларҙың араһында бәлки спорттың мастер рестлинг төрөн аңламаусылар барҙыр. Әйҙәгеҙ тулыраҡ аңлатып үтәйек әле. Беҙ эфир башында таяҡ тартыш тип әйткәйнек, дөрөҫмө ул? Дөрөҫ. Таяҡ тартыу әле, таяҡ тартыш тип әйткәндә беҙҙең уйын була торған бит инде шул әлеге видеола күрәбеҙ инде. Шунда ике ир-егет һәм ҡыҙҙар шул ултыралар инде шул аяҡ-маңы терәлеп шундай таҡтаға специализированный и спортсный Таяҡты тартып алырға тейеш. Таяҡты тартып алырға тейешбеҙ. Ләкин спортсыны үҙен яғына тартып сығара мөмкин. Кем көслөрәк? Кем көслөрәк, кемнең ҡулы көслөрәк, шул еңеүсе була бит инде беҙҙең. Ысынлап та, Башҡортостанда һабан туйҙарҙа ошо ярыш бик йыш ҡына ҡулланыла башланы. Мин дә хатта ҡатнашып ҡарағаным бар, әммә еңелдем. Шуға һеҙҙән һорау үтәйем әле. Сере нимәлә ул? Нисегерәк тотор кәрәк, нисегерәк тартыр кәрәк? Сере инде унда әйткәндә иң тәүҙә весовой категорияға, иң тәүҙән ҡарарға кәрәк инде. Үҙеңдең категорияң. Тән ауырлығы тап килергә тейеш инде. Тән ауырлығы тап килергә тейеш. Һәм ҡулың көслө булырға тейеш, тәнең вес көслө булырға тейеш. Һәм баланс булырға тейеш. Потому что әйткәндә көс кенә түгел, унда технический аспекттары үҙенең бар инде. Үҙенең бер самаһы бар дип әйткәндә инде. Шуға ҡарап шул вес баланс булырға тейеш инде. Весенең буйынса төрлө составляющий тип әйткәндә инде бер. Бөтә яҡтан да физик яҡтан әҙер булырға кәрәк. Бөтөн яҡтан да физик әҙер булырға тейеш. Ашап бары кәрәк инде. Нығараҡ булған өсөн? Әлбиттә. Оның өсөн әҙерләнер кәрәк, оның өсөн тренировкаларҙа йөрөү кәрәк. Бына телевизор ҡарап ултырыусылар бәлки сынап та үҙҙәренең улдарын, ҡыҙҙарын тип әйтәйек, был спорт төрөнә бирергә теләге тыуып киткәндер. Ҡайҙа уҡыталар, ҡайҙа шөғөлләнәләр һуң? Беҙҙең Өфөлә полиграф комбинаттың, аграр университеттың
янда біздің спортзал, біздің қайда тренировкалар алып барады, центр борьбы бар мүмкін. Яңы астылар өтінде. Шында біз әм райондарда енді біздің көп қана тоже әрбір районда біз тұрышабыз спортивный секция асырға. Оның бойынша біздің спортшылар, біздің коллегалар. Спорт түрі өтішін үшін? Спорт түрі өтішін үшін шыл бізді ішті алып барады. Демек, бұл спортқа бала сақтан келерге керек ме? Әлі бір нендей де физик әдірлік болмаған кіші спортқа алығып кетіп, чемпион бола ала ма? Бұл, білмеймін, ол чемпион болар үшін онда, конечно, әділенерге керек. Олағына кіші келдімді чемпион болам деп, шүғілленерге керек. Шүғілленерге керек, сүнке мұнда, наверное, бікті уникальный, шындай бір особо талантливый кіші болған да бары, наверное, оның әділенерге керек. Ішті көпкіні алып барға керек оның бойынша. Әдірлену бойынша енді кім әдірленер, шыл еңе енді. Ең ұшындықы бұла. Бұна кері конкурсқа әйленіп қайтайық. Санкт-Петербург қалағында, Рәсейдің мұна қалағына қайғы төбектерінен келділер көп мі спортса қатнашты? Біздің бұйыл 22 төбек қатнашты. 22 төбек арағында Башқұртстан үшінші орын алды. Афарин. Медалдар бойынша. Баға қаттым лисенс орындарын? Баға қаттым лисенс орындарын, былтыр лисенс орын болды ма? Былтыр біздің алтыншы орыны, 5-ші алтыншы орыны. Демек, келесі ел бірінші орын біздікі боласа қала бере. Әйтіре керек, елдан ел медалдар да арта бара. Әм орындар да тегі мұна алтынсынан, 5-сінен, 3-сіге көтеріліп, тегі юғарлыққа біздің батырдарыбыз бара. Рәсей чемпионатында хигіз спортсыбыз медал яулаған кімдер олар айтып өтігеді? Біздің Учалы районның әйтәгінде қадыр бізді күміш медалы. Учалы районның Сычев Алексей, Дүртөлі районның біздің Муталапов Тахир, Сақмағыш районның Бадердинов Ринат, біздің Дүртөлі Үфеуінің біздің Вагапов Денис, кім біздің Шаки Султанова Лейла Үфінің қыздарда қатнашты ма? Қыздарда қатнашты. Бадақ кім біздің бұлды Низакаев Ильян Дүртөлі районы, Зарипов Тимур Дүртөлі районы, һәм Низамов Даниэль Дүртөлі районы. Есінде айттық. Баймақтан yok mu? Баймақтан болман. Баймақта қатнашмайдар. Демек, Ильясқа бұна бүгін наказ береміз, Баймақ районында бұл спорт түрін өстірін тібеймі? Вес ия баштайым, алла берға. Келесі ғырауыбыз, бұна Башқұртыстанның қайғы райондарынан көбірек спорт түрімен шүғілленелер деп ғырарға еткейінік ханапта өттігіз шекілеймі? Біздің райондардан көп кіна қатнашылар, бір ен районда бар, Буздяк, Абиялил, Дуан районы. Дүртөлілер көптен егідеймі? Дүртөлі, Илеш районында көп кіна спортшылар бар. Біздің әлікінде беткенде елғайын біздің спортшылары біздің ханы артып тұра. Деткенде отборлар көбірек өте, шаңа көре спорт түрі өсейінді не оғала. Спорт түрі өсейді. Көп қатнашалар. Жылы оқта келесі елдарға пландарығыд хақында айтып өтегеді? Біздің пландар бойынша 19 май айында біздің Үфілі Рәсей, бүті Рәсей турнирі өтесек, һәм ноябр айында біздің первенство России Үфілі өтесек. Біз алдығында шыл. Көп кіна біздің пландарында, көп кіна ешіне алып барабының бойынша, әлі күнді біз Игорь Кочевников шоға әдірленеміз, һәм башқа біздің еще Башқұртаты самый главный фестивалінде шоға әдірленеміз. Тегел әйткенде, бұлтыр біз Башқұртатында абсолютный категорияла
атты разыгрывать иң баш приз болды енді біздің именно таяқ тарту бойынша абсолютно категориялы. Еңісі ат алды енді. Еңісі ат алды. Бұна шулай біздің спортшылар бір қайдала хынатмай, һәм һәр вақытта алда булһын деген тілекті әңгімен тамамлайбыз. Студияла қонақта Башқұртстан Республикасының Мас Рестлинг Федерациясы президенті Раил Бикмаев болды. Оңыштар һеҙгә. Рахмет.